Қайырлы күн баршаңызға. Мен Молдаш Мұрат Алиханұлы. Бүгін сіздерді отандық топ IQ платформасының 8 түрлі ерекшелігімен таныстырғым келеді. Ал ендеше кеттік. Біріншіден, екі тілдегі контент, қазақша және орысша, әр мектепке өте ыңғайлы. Екіншіден, жағымды интерфейс. Бұл жерде барлығы түсінікті және де түс схемасын ауыстыруға болады, жарық және қараңғы. Үшіншіден, кітапхана. Бұл жерде 1 мен 11 сынып арасындағы барлық электрондық кітаптар бар. Фильтр қою арқылы іздеп табуға болады. Төртіншіден, видео, аудио, сабақтар тізбегі. Сабақты түсіндіру барысында таптырмас құрал. Бесіншіден, интерактивті тапсырмалар. Мұғалімге таптырмас көмекші, сабақтың мақсатына жету жолында. Неше түрлі платформаларды пайдаланғанның орнына топ IQ платформасын қолданып, сабақтың мақсатына жетуге болады. Жарайсың. Алтыншыдан, топ IQ платформасы күнделік, білім класс, почта платформалары арқылы біріктірілген. Оқушыға да мұғалімге платформамен жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Жетіншіден, топ IQ-дің мобильді нұсқасы. Ол оқушыны тек компьютермен ғана емес, сонымен қатар смартфонмен арқылы қосыла алады. Бұл демек, оқушыны қай жерде болсын, қай уақытта болсын, онлайн режимде қолдана алады. Сегізіншіден, топ IQ оқушы мен мұғалімдің арасындағы байланыс. Электронды оқулықтар арқылы мұғалім оқушыларға үй тапсырмасын беріп, және кері байланыс орната алады. Ал енді, құрметті әріптестер, топ IQ платформасымен тереңірек танысайық. Алдымен мектеп әкімшісінен логин парольді алып тіркелеміз. Тіркелген сәтте сіздерде мына жерде жеке кабинеттер шығады. Осы жеке кабинетке басып, тұрақты, білім класс немесе күнделік арқылы кіруді реттеп қою үшін осы жерде жеке кабинетте топ IQ жүйесіне кіру үшін қызметті қосу деген бөлім бар. Осы жерден мына жерде сіздерде күнделік немесе білім класс болады. Осыны басу арқылы сіздерде ары қарай нұсқаулық болады. Осы нұсқаулық арқылы өтсеңіздер, болашақта білім классқа топ IQ платформасына білім класс платформасы арқылы логин пароліңіз арқылы кіріп тіркелуге болады. Ал ендеше білім класстың интерфейсіне кірген сәтте сіздерде мына жерде мәзір батырмасы шығады. Оны басқаныңызда бізде бұл жерде сол жақтағы терезеде бастапқы бет, жаңағы мына жердегі біздің рабочий столымыз интерфейсі. Келесіде пайдаланушылар, бұл жерде мұғалімдер мен әкімшілік, оқушылар тіркеулі. Кітапхана, аудио кітаптар. Аудио кітаптарда президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев аудио кітабы сақталған. Келесіде бұл жерде тапсырмалар. Сіздер оқушы мен мұғалімнің арасындағы байланыс тапсырма бере аласыздар. Журналдар сынып бойынша және бұл жерде лицензиялар бөлімі сақталған. Енді осы жерде лицензия бөлімі дегенімізге тоқтала кетсек, бұл жерде мектеп әкімшісі әр оқушы және мұғалімге лицензия жылдың басында береді. Осы лицензия арқылы оқушы да мұғалімге топ IQ платформасына кіріп, толықтай тегін қолдана алады. Бұл жерде көріп жатсаңыздар,
мектеп әкімшісі берілген лицензияның 300 лицензия қолжетімді болды. Соның барлығын белсендірілген 300-і оқушыларға таратылған. Және де цифрлық сауаттылық бойынша пакет лицензия берілген 117 лицензия. Оның барлығы белсендірілді, оқушыларға берілді. Демек, осы лицензияны оқушылар және мұғалімдер пайдаланып платформаны қолдану үстінде. Жыл соңында немесе мына лицензияны мектеп әкімшісі сіздер қайтадан кері қайтарып аласыздар. Келесі жылға ауысқанда, келесі жылда қайтадан лицензияны беру функциясы қосуға болады. Ал енді басты бетке оралсақ, басты бетте бұл жерде кітапхана, оқушылар, тапсырма тағайындау, журналдар, бейне сұрақтар, платформаны қалай қолдануға бағытталған видеолар бар және көмек. Бұл жерде көмекте жаңағы мектеп әкімшісі оқушыға арналған нұсқаулықтар көрсетілген. Енді бұл жерде кітапханаға кіретін болсақ, кітапханада керек 342 оқулық табылады. Осы жерде тілді таңдайсыз, сыныпты таңдайсыз, қай сыныпқа бересіз, қай пәннен бересіз. Сол фильтр қою арқылы сізге керек пәнді ашып ала аласыздар. Ашу батырмасын басып, оқу дегенді бассаңыздар, керек пәніңіз бойынша кітап ашылады. Бұл кітаптың басты бетінде жаңағы тақырыптар салулы және де бұл жерде кәдімгі сабақтың мақсатына жету үшін неше түрлі онлайн платформалар, тапсырмалар дайын. Осыны пайдалану арқылы әр мұғалім әр тақырыпқа сәйкес өзінің сабақтың мақсатына жетуге қолайлы жасалған. Және де осы кітап бойынша оқушы мен мұғалім арасындағы байланыс жаңағы үй тапсырмасын беруге де болады.